Сәлем бердік баршаңызға. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін біз қазіргі кезде хит болып жатқан восточный пирогын жасайтын боламыз. Бұл пирогтың жасалу жолы өте оңай және өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге сөзсіз ұнайды деген ойдамын. Өте керемет болып шығады. Ал видеоны соңына дейін қараңыздар. Біз пирогымызды бастайық. Ол үшін бізге жаңғақтар қажет. Менде 2 түрлі жаңғақ, өрік мейіз, ұн, жұмыртқа, қоюлатылған сүт, қант, сары май және бізге қопсытқыш қажет болады. Ең әуелі ұнымызға 1 қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ыдысымызға майымызды саламыз. Бұл жерде мен миксермен иледім. Егерде сіздерде миксер болмаса, венчиктің көмегімен араластырып, қолмен илесеңіздер болады. Енді майдың үстіне қантымызды салдық. Екеуін жақсылап араластырамыз. Біздің майымыз бен қантымыз осындай болып араласты. Енді осының үстіне 1 жұмыртқамызды саламыз. Және тағы да араластырамыз. Енді осы массамыздың үстіне ұнымызды саламыз. Тағы да араластырамыз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ песочный қамыр шығуы керек. Міне, біздің қамырымыз дайын. Осындай жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр иленді. Енді осы қамырымызды формамызға салатын боламыз. Менде осындай форма. Осы форманың астына пергамент қағазын төседім. Содан кейін соның үстіне қазір қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды осылайша қолмен жаймендеп жан-жаққа қарай жаямыз. Видеода көрсетілгендей етіп, жан-жағын осылайша әдемі қылып формамызды жасап аламыз. Содан кейін қасықтың көмегімен формамызды әдемілеп келтіреміз. Қамырымызды дайындап алдық. Енді бөлек ыдысқа қоюлатылған сүтімізді құямыз. Содан кейін осының үстіне өрік мейізімізді саламыз және жаңғақтарымызды саламыз. Барлығын әдемілеп араластырамыз. Енді қамырымызға салмамызды саламыз. Салмамызды тегістеп жайып шығамыз. Айтпақшы сіздерге айта кетейін, жаңғақтарды міндетті түрде духовкада 15-20 минуттай қысартып пісіріп алыңыздар. Сол кезде жаңғақтардың дәмі біздің пирогымызға ерекше дәм береді.
Міне біздің пирогымыз дайын болды. Енді осыны қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, қазіргі хит болып жатқан восточный пирогымыз дайын болды. Осындай нәп-нәзік, жұп-жұмсақ, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бұл пирогты бір жасағаннан кейін де қайта-қайта жасай бергілеріңіз келеді. Пирогымыз осындай әдемі